Біздің трансляцияға Қазақстан Республикасына өте белгілі әйелдер арасындағы 7 дүркін, мүмкін 8 дүркін чемпионы Гүлісхан Сайфуллин қызы Нақбаева қатысып отыр. Біз сізді көргенімізге қуаныштымыз. Сіздің де шахмат ойнағаныңызды асыға күтеміз, өйткені 2022 жылы желтоқсанда әлем чемпионатында қатысқаныңызды жауапты жұмысыңызға байланысты бәрібір уақыт тауып қатысқаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Болашақта біздің қыздар сізге қарап бой түзейді деген ойдамын. Ну и сейчас у нас Гулисхан Нахбаева будет в трансляции, семикратная чемпионка Казахстана, и она сейчас займет мое место. Тағы да бір рет сіздердің естеріңізге сала кетейік, біздің 7 дүркін Қазақстан чемпионы, әйелдер арасындағы халықаралық гроссмейстер, өте мықты, қаншалықты жауапты қызметте еңбек етіп жатыр. Біздің еліміздің бәрібір шахматты жақсы көреді, шахматқа деген көзқарасын ешқашан өзгертпейді, үнемі шахматшылармен байланыста. Танысып қойыңыздар, мүмкін сіздер кейбіреулеріңіз білсеңіздер. Гүлісхан Сайфуллин қызы Нақбаева, қош келдіңіз біздің тікелей эфирге. Рахмет, үлкен рахмет, Олжас. Құрметті шахматтың жанкүйері, құрметті жиналған қауым, сіздермен бүгін көріскеніме өте қуаныштымын. Мен атым Гүлісхан. Осы шахматқа, осы шахматтың дамуына қарқын үлес қосып жүрген бір азаматтың деп ойлаймын. Енді сіздермен қазір сізде бірге, бір толқында сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайынбыз. Әрине, өздеріңізге белгілі, осы күндері тарихи сәттің алдында отырмыз. Астана қаласында әлем біріншілігі өтіп жатыр. Ян Непомнящий мен Дин Лижень екеуінің арасында. Өздеріңіз білесіздер, ең мықты шахматшы ол қазіргі таңда Карлсон Магнус болғанымен, бірақ бүгін осы Астана төрінде 17-ші әлем чемпионы атағын сіз өздеріңіз куә боласыздар. Сондықтан да бүгін 5-ші ойын өтуде, ойын өте тартысты болып жатыр, 2-2, ал қазіргі таңда Ян Непомнящий ақ ойынмен жеңіске жеткісі келіп тұрғаны ол анық. Шабуыл жасап жатыр, бірақ бұндай позицияларда өкінішке орай 3 түрлі результатты да күтуге мүмкін. Ондай абзал бар, сондықтан да бұл жерде тәуекелдер де бар деп айтсақ болады. Шабуыл жасаған кезде көптеген қараларға да мүмкіншілік пайда болады. Сондықтан да бұл ойында әлі де белгісіз деп ойлаймын. Қазіргі таңда соңына дейін тек қана ойын көрсетеді. Бұл жерде енді уақытында көрсеткіші бар. Қателеспесем, Ян Непомнящий өзі өте жылдам шахматшы, және де уақытпен де басын қыбып келе жатыр. 1 сағатта айырмашылығы бар. 1 сағат 40 минут болса, ал Дин Лиженьде 50 минуты бар екен. Сондықтан да бұл ойын әлі ұзақ болуы мүмкін. Сұрақтарыңыз болса, сіздерде белсенді қатысуды шақырам. Себебі сіздер барлықтарыңыз осы шахматтың дамуына, оны одан ары танымал етуге үлесіңізді қоссаңыз деп ойлаймын. Себебі өкінішке орай әлі де көптеген біздің қазақстандықтар әлем біріншілігі өтіп жатқанын әлі білмейді. Мысалы бүгін білесіздер, теннисші қызымыз бар, Елена Рыбакина, ол қазір әлемдік топ жарған теннисшілердің бірі болып келатыр. Көптеген біздің жанкүйерлеріміз сонда кетсе, мен өз тарапынан айтып жүрмін, енді өзімнің әріптестеріме, достарыма, қоршаған ортаға, сіздер білесіздер ме, осы Астана қаласында үлкен дода өтіп жатыр. Ол әлем біріншілігі. Астана қаласында 17-ші әлем чемпионы осында атанады. Ол үлкен бізге мәртебе. Мұнда халықаралық фиданың өкілі отыр, Берік Балғабаев, ол кісі де өз үлесін қосуда. Сондықтан да біріншіден біздің президентімізге үлкен алғысымызды білдіреміз, себебі ол қазіргі таңда шахматтың дамуына аса көңілін бөлуде. Сонымен қатар әрине халықаралық ынтымақтастық арасында ол біздің халықаралық федерациясы ФИДе өз тарапынан барлық мүмкіншілігін және барлық жұмыстарын атқаруда. Сондықтан да бұл шахматтың чемпионаты өз мәресіне жетеді. Ең бастысы бізге
бұл толқында ары қарай дамытып, шахматты біз ел бойынша әр баламызға қол жетімді болса екен деп армандаймын. Ары бір ауылдық балдарымызға, себебі өздеріңізге белгілі спорттық инфрақұрылым ауылдық жерлерде өте бір проблемалардың бірі деп айтсақ болады. Әрбір балаға ол қол жетімді емес, өкінішке орай, бірақ дегенмен қазіргі таңда кешенді жоспар бар шахматтың дамуы бойынша, әр өңір бойынша осы шахматтың өзінің белсендігін арттыру үшін, қолжетімділігін арттыру үшін шахмат мектептерін ашу бойынша жоспары бар. Біздің көрерменіміздің сұрағы бар екен, соған рұқсат берейік. Аға, сөз кезегі сізге беріледі. Гүлісхан, 17-сі, 18-і, 19-і қандай біздің қыздар ойнайды чемпионатта? Сұрағыңызға үлкен рахмет. Бұл чемпионаттың аясында түрлі іс-шаралар өтуде. Бұл өз кезегінде әлем біріншілігінің командасымен біздің қазақстандық әйелдер арасындағы топ жарған қыздарымыз бар, солар қатысады. Ол жерде 8 қыз қатысатын болады, ал әйелдер арасында ол бізде Динара Садвакасова, Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева және Меруерт Камалденова қатысады. Ол жарысқа да келсеңіздер болады, себебі ол рапидтен болады, жылдам шахматтан, өте қызықты. Сондықтан да бұл да осы ФИДЕ әлем біріншілігінің чемпионатының аясында өткізіліп жатқан бір іс-шаралардың бірі болып саналады. Бұл да енді тек қана жай ғана бір әлем біріншілігін өткізу емес, енді түрлі іс-шаралармен қоса кетіп, осы чемпионатты өз кезегінде қызықты қылып және түрлі форматта қылып, барлық біздің қазақстандықтар тарту үшін, танымал етуге өз үлесін қосу үшін бір іс-шаралар болып саналады. Сондықтан да келіңіздер, сіздерді көруге дайын боламыз және де қуана сіздерді күтіп аламыз. Сізге бір сұрақ қояйын деп едім. Жалпы Ресей Федерациясының немесе Қытай Халық Республикасының ойыншылармен тартыстарыңыз туралы кішігірім әңгімелеп берсеңіз, жалпы әйел азаматтармен қандай мүмкін Ресей Федерациясы, мүмкін Қытай Халық Республикасының ойыншылармен өткені, сіз, я не помнящий, Ресей Федерациясының азаматы, ал Дин Лижень Қытайдың, сол себепті көрермендерге қызық болатын шығар деген ойдамын. Өзімнің тәжірибеммен айтып тұрсыз ғой, да? Өзім тәжірибемен айтатын болсам, енді мен өзім 2012 жылғы Олимпиаданы еске алғым келеді. Ол кезде 2012 жылы біздің қазақстандық құрама командада мен, Гүлмира Даулетова, Мария Сергеева, Динара Садвакасова, ол кезде енді өсіп келе жатқан қыздар болатын. Сол құраммен Мадина Давлетбаева бәріміз бірге Стамбулда 2012 жылы қыркүйек айында біз дүниежүзілік олимпиадасында ойын көрсеткен болатынбыз. Сонда әрине біздің құрама командамыз тарихта болмаған нәтижеге жеттік. Біз 11-ші орынға ие болған болатынбыз. Сол жердің жарысының бірі, ол 11-ші 10-ші ойында біз Қытай командасымен кездескен болатынбыз бірінші тақтада. Ол бізге үлкен жетістік болатын. Әрине, біздің шахматшыларды әрине ешкім білмейтін, әлемде білмейтін, себебі біздің рейтингтеріміз қытайлық шахматшыларға қарағанда 200-300 рейтингті айырмашылығы болатын. Сондықтан да Қытай командасы бірінші орын алады деп бар сенімді болған. Бірақ біз өз кезегінде қыздармен бірге дайындалған кезде, ол кезде де біздің капитанымыз, бапкеріміз Павел Коцер болатын, Павел Михайлович. Ол кезде мені қасымда жүрген қазірдің сіздердің комментаторларыңыз, біздің аяулы және қымбатты, сымбатты Мұртас Қажғалиев, ол менің де өзімнің бапкерім болатын. Сонда ол маған айтатын, Хой Фаньмен кездесер алдында, ол кезде ол әлем чемпионы еді, қытайлық шахматшы, 94 жылғы, өте мықты, қазірде бірінші рейтингте тұр. Сол қызбен шығар кезде ол кісі айтқан, ол да мықты шахматшы, бірақ сен де мықтысың. Неге сен оған жеңілу керексің? Мен еще қара ойынмен ойнайтынмын. Сол кезде өзіме сенбей тұрған кезде, сол сәттен бастап
жоқ, әрине барлық ойды қою керек, әр ойында тартысты болу керек. Біз еліміз үшін, өзіміздің Қазақстан үшін, өзіміздің мәртебесін көтеру үшін келдік. Сондықтан да жай ғана шахматты ойнай ғой деп мен дайындаған болатын бұл кісі. Енді өз үлесін қосты деп айтсам болады, себебі үлкен бір мотивация берді десек болады. Сонда сол күні бір тарихи күн болды. Біз қытайлық командасымен 2-2 ойнаған болатынбыз. Әрине әлемге бұл топ жарған бір жаңалықтардың бірі болды, себебі ресейліктер сонда біздің арқамызда деп айтсақ та болады, бірінші орын алып кетті. Қытайлықтар бірінші орында келе жатқан болатын, ресейліктер екінші орында келе жатқан. Ал біз Қытай командасымен 2-2 ойнаған кезде Ресей командасы ары қарай бірінші орынға шығып кетті деп осы ойымда келген сол. Ал ең соңғы ойында әрине бір ресейлік сонда дегенмен сол сәттен бері біз әр олимпиадада өз күшімізге сене біліп, ары қарай сол сәттерді ескере отырып, бізде мықтымыз, біздің де қолымыздан келеді. Оларда да 2 көзі, 2 қолы, 2 аяғы болса, бізде де тура сондай Алла тағалам берген сондай бір мүмкіншіліктеріміз бар. Бір дейміз, неге біз оларға жеңілу керекпіз деп өзімізді біз құштанып әйтеуір дайындалатынбыз. Енді бұл да бір тарихта қалатын сәттер деп ойлаймын, себебі осы сәттен бастап біздің құрама командамыз әйелдер арасында әр олимпиада сайын жетістіктеріміз жақсы болып келе жатты. Кейін біз келесі жылы 2014 жылы Тромсада, Норвегияда, ол жерде де мен бірінші тақтада ойнаған болатынмын. Біз 6-шы орын алдық. 4-пен 6-шы орынды бөлістік, бірақ коэффициент бойынша біз 6-шы орын алып, бірінші рет олимпиадасынан біз әлем біріншілігіне іріктелдік. Бұл дегенде үлкен жетістік болды, себебі тарихта болмаған сәт. Біздің Қазақстан құрама командасы олимпиададан іріктелмеген болатын. Біз топ 10-ға кіріп, топ 10-ға әлем біріншілігінде келесі жылы Индияда біз өзіміздің ары қарай күшімізді көрсеттік деп ойласақ болады. Себебі біз 10 команданың ішінде 9-шы орын алған жоқпыз, 10-шы орын алған жоқпыз, біз 7-ші орын алдық. Ал келесі чемпионатта 4-ші орынды алдық. Қазір білесіздер, Индияда соңғы олимпиадада біз 3-пен 6-шы орын алып, дополнительный коэффициент бар бізде, енді өкінішке орай онымен 5-ші орын алдық. Сондықтан да бізде осы әр қадам сайын біздің құрама командамыз күшейіп келе жатыр. Қазіргі таңда білесіздер, біздің қыздарымыз да белсенді. Жақында ғана Гран-приде біздің Бибисара Асаубаева 2-ші орын алды. Ол да бір топ шахматшылардың қатарына кіріп келе жатқаны ол сөзсіз. Сіздер де көріп жатқан шығарсыздар, біз қазіргі таңда шахматтың дамуына және дамып келе жатқанына біз себепкер болып жатырмыз. Себебі 10 жылғы бұрынғы шахматты алатын болсақ, шахмат көңіл күймен басқаша қабылданатын халық арасында. Жай ғана шахмат қой, ол тақтада кішкене фигурамен ойнайсыңдар, сосын ол олимпиада ойыны емес дегендей бір басқаша қабылданатын. Ал қазіргі таңда шахмат ойыны халық арасында уже танымал болып, және де өз қызығушылығын артып жатыр. Енді әрбір ата-ана өзінің баласы осындай ақылды, дарынды, зияткерлік жағынан бір дамытқым келеді деп те шахмат мектебіне жүгініп келе жатқанына ол өте бізге қуанышты хабар. Сізге тағы бір сұрағымыз бар. Жалпы шахмат қандай қабілеттерді дамытады? Сіз мысалы сізді тікелей эфирде немесе жазбада сізді бұйырса көптеген мыңдаған адамдар көреді деген ойдамыз. Сонда шахмат деген қандай қабілеттерді дамытады? Сіз осы ата-аналарға немесе сізді көріп отқан балаларға қандай кеңес берер едіңіз осы шахматқа байланысты? Енді әрине шахмат өзі интеллектуалды ойын болғаннан кейін ол бекер айтылған нәрсе емес. Себебі ол жерде біз
біріншіден интеллектуалды ой қабілеттерін дамытады. Аналитикалық дейді ғой, сараптамалық ой қабілеттерін. Себебі шахматшы әр ойыннан кейін, мысалы жеңіліп қалса да, жеңіп қалса да өз партиясын өзі анализ жасайды. Анализ жасаған кезде ол өз өмірін сияқты қарауға болады. Себебі бұл жерде біз қандай қателіктер жасадық, келесі рет бұл қателіктер жасамау үшін біз не істеу керекпіз. Сонда ол критическое мышление деп айтады орысша, ал қазақша сыни қабілеттерін, сыни ойлау қабілеттерін біріншіден дамытады. Ал қазіргі таңда көптеген зерттеулердің аясында біз сыни ойлау қабілеті ол топ қабілеттердің біріне кіретін болады екен. Себебі әлемде біздің жастар ең басты қабілетті болу керек. Әлемде осы өз құзыреттіліктерін арта отырып, халық арасында және де елімізде, әлемде өз мықты жақтарын көрсету үшін осы шахмат ол керемет құрал деп ойлаймын. Себебі шахмат, әрине, әр бала чемпион болу ол міндетті емес. Бірақ шахмат өзі Ян Амос Каменский деген педагог болған. Өзі өз кезегінде 1700 жылдары айта кеткен екен, сол шахмат арқылы да біз баланы дамытуға бір керемет бір құрал екен деп. Әрине, бұл шахмат деген біздің балаларымызға осы тәрбие жағынан да, және де зияткерлі болу жағынан да, мықты болу жағынан да, себебі шахмат ойнаған кезде сен әріптесіңді жеңу керексің. Ал жеңу үшін сен барлық қадамдарды ойлайсың, стратегиялық ойлайсың, және тактикалық жағынан бір көптеген жоспарлар құрайсың. Сондықтан да бұл жерде көп жағынан өте керемет құралдардың бірі. Баланы біз жан жақты дамыту керекпіз. Ең басты біздің баламыз жан жақты дамыған және де өз орнын тапса екен деп ойлаймыз. Қайда барса да, қай маман таңдаса да, ол өз саласының маманы болу керек, мықты маманы болу керек. Ал оған шахмат бір көмектесетін құрал деп айтсақ болады. Қазіргі таңда да өзімнің тәжірибеммен бөлісіп кетейін. Мысалы, қайда бір жұмысқа барсам да, өзімнің шахмат ойнаған аналитикалық қабілеттерім маған көптен көмектесуде. Себебі біріншіден мен жоспарымды құрам. Әр күнімді жоспарлаймын, мысалы. Әр уақытымды жоспарлаймын. Пайдалы өтсе екен деймін, бос уақыт өтпесе екен деймін. Одан әрі ол осы өмірге келгеннен кейін мақсат қоюды білу керек. Себебі шахмат маған мақсат қоюды үйретті. Мен мысалы Шымкент қаласының чемпионатын ұтқаннан кейін ары қарай не істеймін? Мен Қазақстан біріншілігіне барамын. Қазақстан біріншілігін жеңгеннен кейін мен қайда барамын? Азия біріншілігінде ойнаймын. Оны жеңгеннен кейін қайда барамын? Әлем чемпионатына барамын. Әлем чемпионатын жеңгеннен кейін не істеймін деп көптеген сұрақтар қоя бергеннен кейін осы кішкентайымнан осы мақсат қоюды біліп үйренгем. Сондықтан да бұл да осы «Шахматы как модель жизни» деген кітап бар, керемет Каспаровтың, Гарри Каспаровтың. 13-ші осы сәуір күні туған күні болды, 60-қа толды ол кісі. 13-ші әлем чемпионы. Ол кісі де сол кітапта жазған шахмат, ол тек қана шахмат ойыны емес, ол біздің өміріміздегі бір өзінің шахмат өміріміз сияқты екен дейді. Шахматтағы тақтамыз біздің өміріміз сияқты. Себебі өмірде біз қалай мақсат қоямыз, қандай жетістіктер қою керекпіз, қоя білеміз, соңында біз шахматты көре алсақ болады. Кішкене ғана ойын емес, бұл жерде үлкен бір өзінің философиялық және де өзінің саясаты бар деп те айтсақ болады. Сондықтан да балаға өз бойында үйрету керек, бұл ойынды өте керемет құрал. Барша ата-аналарға, қазір сіздер мені тыңдап тұрсаңыздар, апаларға, әжелерге, аталарға осы немерелеріңізді, балдарыңызды шахмат мектебіне апарып үйретсеңіздер болады. Себебі бұл өмірде де ары қарай кейін алып кететін, бір көмектесетін құрал.
Енді сізге алғысымызды білдіреміз. Осылай біздің тікелей эфирімізге қатысқаныңыз үшін үлкен рахмет. Сіздің елеулі еңбегіңіз қоғам тарапынан ескеріледі деген ойдамыз. Өйткені үнемі сіздің қаншалықты шахмат жақсы көретініңізді, қандай жауапты қызметте істесеңіз де, бәрібір шахматқа деген махаббатыңыз, шахматқа деген сүйіспеншілігіңіздің азаймайтынын біз деген үнемі есімізде. Сізге рахмет, сізге күш қуат берсін, және бала-шағаңыздың қызығын көріңіз, және үлкен-үлкен биіктерден сізді Дана Ризница Азола сияқты үлкен-үлкен биіктерден көрінуге тілектеспіз. Рахмет, үлкен рахмет. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Енді сұрақтарыңыз болса да жазып жіберсеңіздер де болады. Комментарий ретінде де ол жерде де белсенді сіздерге жауап беруге дайынбыз. Рахмет. Рахмет сіздерге. Онда біз деген қазір Гүлисхан Сайфуллинқызын шығарып салайық. Оның орнына Александр Анатольевич келеді деген ойдамыз. Алғысымызды білдіреміз. Тағы да бір рет ескертем. Бізбен бірге болған ол Гүлисхан Сайфуллинқызы Мақбаева ханым, шахматтан 7 дүркін әйелдер арасындағы чемпион, өте мықты біздің шахматшылардың бірі. Қандай жауапты қызметтерде істесе де бәрібір шахматты жақсы көреді, шахматты насихаттайды, дәріптейді, және осы жұмысты тек қана өзінің қызметінде емес, және барлық әлеуметтік желілерде қуана айтып отыр. Сізге алғысымызды білдіреміз. Аман есен болыңыздар, жақсылықта кездесейік.